Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Самарқандтың көне көшелері күздің соңғы жылы күнде ерекше сән салтанатқа бөленген еді. Аспан ашық, күн сәулесі Регистан алаңының көк күмбездерін алтынға малып тұр. Шынардың тойы осы қалада өтіп жатты. Ол Алматыдан келген қазақ қызы, 24 жаста, ұзын бойлы, қара торы, көздері үлкен, қарақаттай. Анасы мен әпкелері оны біздің гүліміз деп еркелететін. Бірақ бүгін ол өзбек жеріне келін болғалы тұр. Той үлкен болды. Қазақтың салты мен өзбектің дәстүрі араласып, бір түрлі қоспа шықты. Қазақ жағынан келген туыстар домбыра тартып, ән салды, ал өзбек жағы лаганға палау әкеліп, сонысы таратты. Дастархан мол, күлкі көп, бірақ Шынардың жүрегі бір түрлі дірілдеп тұрды. Ол Фародты бір жыл ғана таныған. Инстаграмнан хат алмасқан кейін кездескен. Фарод сымбатты жігіт еді, 28-де, Самарқандтың базарында сауда жасайтын, ақшасы бар, әкесі марқұм, анасы мен екі әпкесімен тұрады. Мені жақсы көреді деп ойлаған Шынар. Үйленсек, бәрі жақсы болады деп сенген. Тойдың ортасында қайын-енесі Гүлнұра келді. Әйел елулерде, толықша, алтын сақинасы қолынан түспейтін, басына орамал тартып алған. Ол Шынарды басынан аяқ сынай қарады да, қазақ қызы екенсің ғой деді күлімсіреп, бірақ күлкісі суық еді. Біздің үйде өзбекше сөйлейсің, әдетімізді үйренесің. Келін деген қолға үйретілген құс сияқты болуы керек. Шынар күлкісі қашып, басын изеді. Қасындағы анасы, қызым, шыда, бәрі үйренеді деп сыбырлады. Бірақ Гүлнұраның сөзі жүрекке қадалған тікендей болды. Той жалғасты. Фарод Шынардың қолына алтын білезік салды, екі жақ бата берді. Кешке қарай той бітті. Жастарды бөлек үйге апарды, Фародтың туыстары жалдаған пәтерге. Шынар ақ көйлек киіп, бетін жауып, машинаға отырды. Жүрегі соғып тұр. Бүгін біздің алғашқы түніміз деп ойлады ол қуанышпен, аралас қорқынышты сезіммен. Пәтерге кіргенде Фарод есікті қатты жапты. Ол тойда біраз ішіп алған еді, беті қызарып, көзі қанталай. Шынар бөлменің ортасында тұрып қалды. Гүлді кілем, үлкен төсек, терезеден Самарқандтың шамдары көрінеді. Романтикалық сияқты. Көйлегіңді шеш деді, Фарод қабақ шытып. Шынар ұялып, баяу шеше бастады. Ол мұндайды бірінші рет көріп тұр. Фарод оған қарап тұрды да, күтпеген жерден, сен неге әлі қазақша ойлайсың? Деді дауысын көтеріп. Менің үйімде өзбекше сөйлейсің. Өзбекше түсінесің бе, әлде түсінбейсің бе? Шынар шошып кетті. Мен өзбекше білемін ғой, аздап деді ол сыбырлап. Үйренемін, Фараджон. Фарод күлді, бірақ күлкісі мазақ еді. Фараджон. Қазақ қызының тілі осылай ма? Біздің қыздар ондай емес. Біздің қыздар тәртіпті тыңдайды. Сен ше? Сен маған лайық емесің. Шынардың көзіне жас толды. Ол төсекке отырып, неге айтып тұрсың мұндайды? Бүгін тойымыз ғой. Фарод жақындап келіп, Шынардың иығын қатты қысты. Ауырсынуы сезілді. Той болды, енді шынайы өмір басталады. Сен енді меніксің. Менің анамның, әпкелерінің сөзін тыңдайсың. Қазақтық әдетіңді ұмыт. Бұл өзбек үйі. Шынардың денесі дірілдеді. Ол Фародтың қолынан құтылуға тырысты, бірақ ол қоя бермеді. Мен сені жақсы көремін деп ойладым деді, Шынар дауысы қалтырап. Фарод түкірді. Жақсы көру. Ол тойда айтылатын сөз. Енді шыдайсың. Келін деген шыдайды. Анаң саған осыны үйретпеген бе?
Содан кейін түн ұзақ жалғасты. Фарод мас күйінде Шынарды қорлады сөзбен, қолмен. Ол оның шашынан тартып, сен біздің үйге лайық емессің деп қайталады. Шынар жылады, бірақ дауыстап айқайлаған жоқ. Бәлкім, мас болған соң деп өзін жұбатты. Таңертең оянып кешірім сұрайды деп ойлады. Бірақ Фарод ұйықтап кеткенде, Шынар төсектің шетінде отырып, терезеден қарап қалды. Самарқандтың шамдары сөніп бара жатты. Оның жүрегі де бірге сөніп бара жатқандай еді. Түн ұзақ еді. Шынар ұйықтаған жоқ. Ол алғаш рет мен қателескен шығармын деп ойлады. Бірақ әлі де үміті бар еді. Үйленген соң бәрі жақсы болады деп өзін өзі алдады. Алғашқы түн осылай өтті, қуаныш емес, қорқынышпен. Тойдан кейінгі 3-ші күні Шынар Фарходтың отбасылық үйіне көшіп келді. Үй Самарқандтың ескі махалласында, кең ауласы бар, 2 қабатты, бірақ іші тар, бөлмелері көп. Бір қабатта қайын енесі Гүлнора мен 2 қайын әпкесі, үлкені Зулайхо 30 жаста, тұрмысқа шықпаған, және кішісі Дильноза 26-да, ажырасқан, баласы бар тұрады. Екінші қабатта Фарход пен Шынарға бөлме бөлінген, бірақ есік әрқашан ашық тұруы керек деп ескертілді. Шынардың жүктері аз еді, бір чемодан киім, анасы берген көрпе жастық, және кішкентай ғана қазақша кітаптары бар сөмке. Ол үйге кіргенде Гүлнора оны басынан аяқсынай қарап, чемоданың неге осынша аз? Деді ол мұрнын шүйіріп. Біздің келіндер жәшік жасау әкеледі. Қазақтарда жасау деген жоқ па? Шынар үндемеді, тек басын изеді. Фарход жүктерді көтеріп кіргізіп, ана, бәрі жақсы болады деді ол немқұрайлы. Бірақ Гүлнораның көзі суық еді. Шынарға бірден келіннің міндеті жүктелді. Таңертең сағат 5-те тұру керек. Алдымен үй сыпыру, ауланы жинау, сосын ас үйге кіріп, таңғы ас әзірлеу. Палау, сомса, нан бәрі өзбекше болуы тиіс. Шынар қазақша тамақ пісіргенді жақсы көретін, ет, бауырсақ, қымыздың орнына айран. Бірақ мұнда ондайға орын жоқ. Алғашқы күні Шынар таңертең тұрып, ас үйге кірді. Зулайхо мен Дильноза әлі ұйықтап жатыр, Гүлнора шәй ішіп отыр. Келдің бе? Деді Гүлнора. Бүгін палау пісір. Майын көп қой, біздің үйде майсыз тамақ жоқ. Шынар палау пісіргісі келмеді, бірақ басы изеді. Ол палауды дұрыс пісірмегенін білді. Сәбізі аз, күріші қаттылау шықты. Дастарханға қойғанда Гүлнора бір қасық алып, бетін түкірді. Мынау не? Деді ол даусын көтеріп. Қазақ қызы палау пісіре алмай ма? Біздің үйге келін болғың келсе, үйренесің. Түс ауа қайта пісір. Зулайхо күліп, ана, бәлкім, қазақтарда палау деген жоқ шығар деді мазақтап. Дильноза баласын құшақтап, менің балам мұндай тамақ жемейді деді. Фарход дастархан басында отырып, ештеңе демеді. Тек телефон қарап отыр. Шынардың көзіне жас толды, бірақ шыдады. Түс ауа қайта палау пісірді. Бұл жолы жақсырақ шықты, бірақ Гүлнора әлі де сын айтты, майы аз екен. Келесі жолы көбірек қой. Күндер осылай өтті. Шынар таңертең тұрып үй жинайды, тамақ пісіреді, кір жуады, базарға барады. Базарға Гүлнорамен бірге барады, өйткені өзің жалғыз кетсең, ақшаны ұрлайсың деп сенбейді. Базарда Гүлнора көршілеріне, мынау менің келінім, қазақ қызы дейді, мақтанғандай, бірақ үнде кемсіту бар. Әдетімізді үйреніп жатыр. Көршілер күлімсірейді, бірақ Шынар олардың көзіндегі аяушылықты байқайды. Кешке қарай Шынар шаршап бөлмесіне кіреді. Фарход базардан кеш қайтады. Ол ішіп келеді. Бөлмеге кіргенде есікті қатты жабады. Сен бүгін не істедің? Деп сұрайды ол қабақ шытып.
Шынар шаршап, үй жинадым, тамақ пісірдім дейді сыбырлап. Фархот жақындап, анама неге дұрыс жауап бермедің? Ол саған палауда қайта пісір деді ғой, сен неге ренжіп тұрдың? Шынар таң қалды. Мен ренжігем жоқ. Фархот оның қолынан ұстап қысты. Ренжіме. Бұл менің үйім. Анамын сөзі заң. Сен келінсің. Келін деген тыңдайды. Содан кейін түн басталады. Фархот мас күйінде Шынарды қорлайды. Ол оған тиеді, бірақ сүйіспеншілікпен емес, ашумен. Шынардың шашынан тартып, сен маған лайық емессің деп қайталайды. Қазақ қызы деген осы ма? Анама қарсы сөйлейсің бе? Шынар жылайды, бірақ дауыстап емес. Ол төсектің шетінде бүгіліп жатар. Фархот ұйықтап кеткенде, Шынар ұйықтай алмайды. Ол терезеден қарайды. Самарқандтың түні тыныш, бірақ оның жүрегі дауыл. Бір күні Шынар анасына телефон соқты. Үйде ешкім жоқ кезде. Ана, мен шаршадым деді ол сыбырлап. Анасы, қызым, шыда. Үйленген соң бәрі үйренеді. Қайын жұртың қатты ма? Шынар шындықты айтпады. Жоқ, бәрі жақсы деді ол күштеп күліп. Бірақ телефонды қоя сала жылап жіберді. Күндер аптаға, апталар айға айналды. Шынардың беті солды, көзі ісіп жүрді. Ол күндіз күлімсірейді, түнде жылайды. Қайын енесі мен қайын әпкелері оны үнемі сынап тұрады. Қазақ қызы ас үйде де дұрыс істей алмайды. Біздің әдетті білмейсің. Сенің анаң саған ештеңе үйретпеген ғой. Фархот әйеліне қорған болмайды. Керісінше анасының сөзін қолдайды. Сен неге анама қарсы шығасың? Дейді ол түнде. Сен келінсің. Шыда. Шынар шыдайды. Ол әлі де бәлкім, уақыт өте келе бәрі жақсы болар деп ойлайды. Бірақ жүрегінің тереңінде кішкентай ғана қорқыныш өсіп келеді. Мен мұнда мәңгі қалсам ше? Түндер ұзақ. Шынар ұйықтамайды. Ол төсекте бүгіліп, ертеңгі күнді күтеді. Бірақ ертеңгі күнде бүгінгідей болатынын біледі. Күз Самарқандта қысқа болды. Қазанның соңына қарай ауа суытып, жаңбыр жиі жауатын болды. Шынардың өмірі де суық әрі ылғалды болып бара жатты. Үйге келгеніне 2 айдай уақыт өтті. Ол әлі де таңертең ерте тұрып, үй жинап, тамақ пісіріп, қайын жұртының сынына шыдап жүрді. Бірақ ендігі қорлық тек күндізгі сын пікірмен шектелмейтін еді. Ол түнде күшейе түсті. Фархот базардан кеш қайтатын болған. Сауда жақсы жүріп жатыр деп мақтанатын, бірақ Шынар оның ішімдікке салынғанын байқады. Кешкісін достарымен бірге отырып, арақ ішіп келеді. Бөлмеге кіргенде иісі шығады, темекі мен спирттің араласқан ауыр иісі. Алғашқыда Шынар оған күлімсіреп қарсы алғысы келетін, шаршадың ба? Шай ішейік пе? Деп сұрайтын. Бірақ Фархоттың жауабы әрқашан бірдей еді, үндеме. Сен не білесің? Бір кеште бәрі өзгерді. Ол күн Шынар палауды өте жақсы пісірген. Гүлнара тіпті мақтап қойған, міне үйреніп келесің ғой деген. Шынардың жүрегі жылып қалған. Бәлкім, бәрі жақсарар деп ойлаған. Бірақ кешке Фархот үйге мас күйінде келді. Ол дастархан басында отырып, палауды жеп, мынау кім пісірген? Деп сұрады. Гүлнара, келінің деді, мақтанғандай. Фархот күлді. Қазақ қызының палауы осы ма? Деді мазақтап. Майы аз, дәмі жоқ. Шынардың беті қызарып кетті. Ол үндемеді, тек басын төмен салды. Дастарханнан кейін Фархот оны бөлмеге шақырды. Есік жабылған бойда Фархот Шынардың қолынан ұстап тартып, сен неге анамды алдайсың?
деді ашумен. Палауды дұрыс пісірмегенсің. Сен біздің үйге лайық емесің. Шынар шошып кетті. Бірақ сенің анаң мақтады ғой. Фархот оның бетіне бір шапалақ ұрды. Ауырсынуы қатты болды. Шынардың көзіне жас толды. Үндеме, деді Фархот. Сен қазақсың, біздің әдетті түсінбейсің. Сен маған лайық емесің. Мен неге саған үйлендім екен? Содан кейін түн ұзақ жалғасты. Фархот Шынарды төсекке итеріп жіберді. Ол оған тиісті, бірақ нәзіктіксіз, тек ашумен. Шынардың шашынан тартып, мойнынан қысып, сен менің меншігімсің деп қайталады. Шыда. Шынар жылады, бірақ дауыстап емес. Ол қорқып кетті. Бұл бір реттік шығар деп өзін жұбатты. Бірақ ол қателесті. Күндер өткен сайын Фархоттың ішімдігі күшейді. Ол түнде мас болып келгенде Шынарды қорлайтын болды. Кейде сөзбен, сен қазақсың, біздің қыздар сияқты емесің. Біздің қыздар тыңдайды, сен ше. Сен маған қарсы шығасың. Кейде қолмен. Бір түнде Шынардың иығынан ұрды, көгерген із қалды. Таңертең Шынар ұзын жеңді киім киіп жүрді, ешкімге көрсетпеді. Қайын енесі Гүлнұра бәрін білетін сияқты еді. Бірақ ол үндемеді. Керісінше Шынарды кінәлады. Бір күні таңертең Шынардың беті ісіңкіреп тұрғанын көріп, нең бар? Деп сұрады. Шынар ештеңе жоқ деді. Гүлнұра күлді. Балам саған тәртіп беріп жатыр ғой. Келін деген тәртіпке түсуі керек. Сен қазақсың, әдетің басқа. Бірақ мұнда біздің заң жүреді. Баламды азғырған сенсің, енді шыда. Зулайха қосылып, біздің үйде келін ұрылмайды деген жоқ. Керісінше, тәрбие үшін керек. Дилноза баласын құшақтап, менің кезімде де солай болған деді. Шыдасаң, бәрі жақсы болады. Шынардың жүрегі суыды. Ол ешкімнің оны қорғамайтынын түсінді. Тіпті қайын жұрты қорлықты тәрбие деп атайды. Түндер қорқынышты болды. Фархот кейде Шынарды ұрып соғып, кейде тек сөзбен масқаралайтын. Бір түнде ол Шынардың телефонды алып қарап, кімге хат жазып жүрсің? Деп айқайлады. Анаңа ма? Әкеңе ме? Сен мұнда мәңгі қаласың. Қазақстанға қайтпайсың. Шынардың денесімен жаны шаршады. Ол күндіз үй жұмысын істеп күлімсіреп жүреді, бірақ түнде ұйықтамайды. Кейде төсекте бүгіліп жылайды. Кейде терезеден қарап, мен қалай осыған түстім? Деп ойлайды. Бірақ әлі де шыдайды. Үйленген соң шыдаймын деген ой әлі басында. Бала көтерсем, бәлкім, Фархот өзгерер деп үміттенеді. Бірақ жүкті болу туралы ойлағанда іші түйіледі. Бір түнде Фархот ең қатты қорлады. Ол қатты мас еді. Шынарды төсекке итеріп тастап, үстінен басып, сен менің құлыма айналасың деді. Қазақ қызы деген осы ма? Сен ештеңе емесің. Шынардың көзіне қараңғылық түсті. Ол алғаш рет мен өлуім мүмкін деп ойлады. Бірақ дауысын шығарған жоқ. Тек шыдап жатты. Таң атқанша Шынар ұйықтаған жоқ. Ол төсектің шетінде отырып денесіндегі ауырсынуды сезді. Иығы көгерген, мойнында іздер. Бірақ ең ауыры жүрегі еді. Ол әлі де шыдайтын еді. Бірақ қорлық күшейіп бара жатты. Және Шынардың ішінде кішкентай ғана от өше бастады, үміттің оты. Қыс Самарқандқа қатты кірді. Желтоқсанның ортасы, үйдің ауласына қар жауып, күн суық. Шынардың ішкі әлемі де қар басқандай мұздап бара жатты. Үйге келгеніне 4 айдай уақыт болды. Ол енді таңертең ерте тұрғанда шаршап оянады, түнде ұйықтамайтын болған.
Көзі сіңкі, беті солған, бірақ қайын жұртына күлімсіреп көрінеді. Келін шаршамайды деп ойлайды олар. Шынар енді ешкімге ештеңе айтпайтын болды. Анасына телефон соққанда, бәрі жақсы ма, қызым? Деп сұрайды анасы. Жақсы, ана, дейді Шынар күштеп күліп. Фархот жақсы, қайын жұртымда жақсы. Бірақ телефонды қоя сала, бөлмесінің есігін жауып алып, үнсіз жылайды. Ол әлеуметтік желіге де кірмейтін болды. Инстаграмдағы ескі достарының суреттерін көргісі келмейді. Олардың күлкісі, саяхаты, еркіндігі ауыр тиеді. Мен неге осылаймын? Деп өзін кінәлайды. Мен қателестім бе? Өзім кінәлімін бе? Фарходтың түнгі қорлығы әдетке айналды. Ол аптасына 4-5 рет мас болып келеді. Бөлмеге кіргенде есікті қатты жабады, сосын Шынарды төсекке итеріп тастайды. Кейде ұрып соғады, иығынан, арқасынан, бетінен сақтанып ұрады, із қалмасын деп. Кейде тек сөзбен қорлайды. Сен неге әлі жүкті болмай жүрсің? Дейді ол ашумен. Біздің үйде келін бала туады. Сен қазақсың, құнарсыз ба? Шынар үндемейді. Ол қорқады. Бір рет мені неге ұрып жүрсің? Деп сұрамақ болған, бірақ Фарходтың көзінен қорқып айта алмаған. Қайын енесі Гүлнора бәрін біледі. Таңертең Шынардың көзі сіңкіреп тұрса, түнде ұйықтамағансың ба? Дейді күлімсіреп. Балам саған тәртіп беріп жатыр ғой. Келін деген шыдайды. Сен әлі бала болып жүрсің. Зулайха қосылып, біздің заманда келіндер осылай тәрбиеленген. Сен қазақсың, әдетің басқа, бірақ үйренесің. Дилноза баласын емізіп отырып, менің кезімде де солай болған. Шыдасаң, бала туасың, сосын бәрі жақсы болады. Шынар үндемейді. Ол басын изеп, ас үйге кіріп кетеді. Ішінде менің шыдағаным жетті деп айқайлағысы келеді, бірақ даусы шықпайды. Бір күні Шынар базарға жалғыз барды. Гүлнора ауырып қалған, оны жіберген. Базарда ол ескі көше бойымен жүріп бара жатып, кішкентай ғана қазақ кафесін көрді. Ішіне кіріп, бір тостаған сорпа ішті. Қазақша сорпа етті, дәмді. Ол сорпаны ішіп отырып, үнсіз жылап алды. Ешкім байқамады. Мен қазақпын ғой деп ойлады ол. Менің үйім Алматыда. Неге мұндамын? Үйге қайтып келгенде Фарход күтіп тұр екен. Сен неге кешіктің? Деді ол қабақ шытып. Базарда кептеліс болды, деді Шынар сыбырлап. Фарход оның сөмкесін ақтарып, мынау не? Қазақша нан ба? Деді ашумен. Менің үйімде қазақ тамағы жоқ. Ол нанды лақтырып тастады да, Шынарды бөлмеге сүйреп апарды. Сол түні қатты ұрды. Шынардың қолы көгеріп кетті. Таңертең ұзын жең киіп жүрді. Шынардың ішкі әлемі құлай бастады. Ол күндіз үй жұмысын механикалық істейді, сыпырады, жуады, пісіреді. Бірақ ойы басқа жерде. Ол түнде ұйықтамай төсекте бүгіліп жатады. Кейде Фарход ұйықтап кеткенде, оның бетіне қарап, сен бұрынғы Фарход емессің деп ойлайды. Бірақ даусы шықпайды. Ол өзін кінәлі сезінеді. Мен жақсы келін болмадым ба? Палауды дұрыс пісірмедім бе? Әдетті үйренбедім бе? Деп ойлайды. Мен қателестім. Енді шыдаймын. Бірақ шыдамның да шегі бар еді. Шынардың жүрегінің тереңінде кішкентай ғана үміт сөне бастады. Ол енді армандамайды. Бала тусам, бәлкім, деген ойда жоқ. Тек үнсіздік. Тек жалғыздық. Бір түні